Бөрбасар. Сен бөрісің, мен қоймын. Ақымбақ. Қане, мені ұстап ал да, жеп қой. Міне. Ей, қоймын деп айтпа, маңырай берме. Әйтпесе, мен жеп қоям сені. Ей, біз күшікке, бөлтірікке қалай тамақ тауып береміз? Өзіміз аш жүрміз. Соны айтам да, мұны өскенше асыраймыз деп жүргенше, өзіміз аштан қатармыз. Бұл өссе, бізді асырайды. Солай емес пе, Бөрбасар? Міне, айттым ғой. Күніге бір қой әкеліп тұрады бізге. Ей, қайтам. Итті қанша асырасаң да, иттігін істеп ауылына қарап өрет деген. Енді не істейміз? Апарып тастаймыз ба? Жоқ. Бұны іздеп тоқты мен серке келеді. Ата келсе ше мылтығымен. Тайтары, жамандық шақырмай, мылтығы құрсын. Жаман айтпай жақсы жоқ деген. Ата келмесе, бұқа келеді. Қайтадан тартып әкетеді. Бермейміз. Біз аюды шақырамыз. Аю бұқаны алып ұрады. Бұқа оңай жау емес. Аюды алып ұрса ше. Біз былай етейік. Бұл күшікті аюға берейік. Аюға? Сол асырасын. Өскен соң біз аламыз. Ей, өскен соң бермей қойса ше. Иә, апаның күзетіп қояды. Жүріңдер, аюға барып сөйлесейік. Иә, барып сөйлесейік. Қане, жүр Бөрбасар, аю атаңа барамыз. Айеке, саған Бөрбасарды алып келдік. Немене? Менің апаным сендерге балабақша ма не? Тапқан екенсіңдер ақмақты. Мен асырап өсіріп берем, ал сендер алып кетесіңдер ма сонда? Жоқ, біз саған көмектесеміз. Тамақ әкеліп береміз күшікке. Маған ше? Маған әкелмейсіңдер ма сонда? Әй, сен дәу болдың ғой. Ят емес па сен асыраған? Иә, бірақ не ғой? Не ғой? Ей, мына күшікті не алмайсың ба? Аю деген атың бар. Бір күшікті асырай алмасаң не қып жүрсің? Мен түсінбедім. Сендер не маған міндет қып тұрсыңдар ма? Үндемеген сайын үдетіп баратсыңдар ғой тіпті. Кешір аю, біз сәл қызбалыққа салынып, бұл күшік өскенде сені қорғайтын болады. Мені ме? Мынау кішкентай күшік. Мені кімнен қорғайды? Адамдардан қорғайды. Сенің ұйқың қатты. Аю ұйқы. Бір ұйықтасаң, оянбайсың. Ал бұл мылтықпен аңшылар келсе, үріп белгі береді. Сен оянып қашып кетесің. Бұларың ақыл екен. Бірақ, қашып кетет демеңдір. Жай кетіп қалат деңдер. Ой, бәрібір емес пе? Қаштың не, кеттің не? Бұл өзі не жейді? Бүлдірген жей ме? Жемейді, сүйек жейді. Сүйек? Сүйек. Еті жоқ сүйек пе? Иә, аю, сен өзін не жейсің? Сенен қалған сүйек саяқты күшікке берсең болды да. Соны жеп жата береді. Аю, біз енді барайық. Бөрбасар,
Сен енді аю атаңмен қаласың, ұқтың ба? Аю атаң саған нәдә береді. Кіш қылам десең, айтасың. Какай қылсаң, ұят болады. Ей, какай несей? Мен сонда бұны кәдімгідей бағамын ба? Несі бар? Мынадай кең апанда жалғыз тұрғанша, Бөрібасар серігің болады. Аю ата деп жүгіріп жүреді. Аю ата? Енді аю әже емес шығарсың. Қой, біз кеттік, Бөрібасар. Аю атаңның айтқанын істеп жүр. Бізді ұятқа қалдырма. Ал Бөрібасар, енді мені күзетесің, жарай ма? Ал Бөрібасар, мен енді ұйықтаймын. Сен мені күзетесің. Байқа, аңшылар кеп қалмасын. Ал сен күндіз ұйықтайсың. Ол кезде мен сені күзетемін. Жарай ма? Жарайды, бара ғой. Аңшылар? Аңшылар, қайда жасырынсам екен, а? Бөрібасар! Ей, Бөрібасар! Кімге үріп жатсың? Аңшылар ма? Бөрібасар! Бөрібасар! Бөрібасар дейм. Ей, Бөрібасар, сен майда шүйде нәрсеге үре бермесеңші. Қорқытып қойдың ғой мені. Аңшыма десем, қайдағы бір қоңыз. Өй, сен де, ұйқымды қашырып. Қуасың бай? Зәремді ұшырып біттің ау сенде. Бөрібасар, бергел. Менің ұйқым қашып кетті. Енді сен ұйықта. Қане, мен саған әлди айтып берейін. Әлди жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Сен ұйқыға жатқызған аю деген ата ғой. Қане,
ұйықтай ғой бөрібасар. Бәрі ұйықтайды, аюлар да ұйықтайды, қасқырлар да ұйықтайды, қояндар да ұйықтайды. Бәрі ұйықтайды, әлди жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Ей, түн ішінде кім екен әндетіп жатқан? Айта берсін, маған ұнап жатыр. Аюдың даусы емес пе? Ей, сауысқан! Ұшып барып көріп қайтшы. Хабарын айтарсың. Масқара! Аю ән айтуда. Бала күтуші аю. Масқара! Қап мұнан ая, өсекші неме, енді ұйықтап қалайын деп еді. Қорықпа, ол аңшылар емес, ол әлгі сауысқан ғой. Қане, ұйықтай ғой. Әлди жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Масқара! Аю бала күтіп ән айтуда. Аю, ән айтуы. Ал Қанекей, бара ғой, сенің туыстарың қасқырлар, ал мен үйтіп өзім-ақ өмір сүрейін. Жарай ма? Бізге жетеді. Ой, тоқта деймін. Тоқта! Ой, Серке, не болды? Түс көрдің бе, неден шошыдың? Анау әлгі апоқ кепті. Қане, қайда? Ешкім жоқ. Түсім екен ғой. Зәрем қалмады ғой тіпті. Ол баладан әрен құтылып ек. Енді келбей-ақ қойсын. Иә, бет аулақ. Құрысын. Масқара! Сендерге қонақ келе жатыр. Қажақ! Сауысқан шақылдаса, қонақ келет деуші еді. Иә, қазақта қонақ келсе қой сояды. Бізде қорада қой бар ма өзі? Сенен басқа қой көріп тұрғаным жоқ.
Ойбай-ау, мынау сол ғой. Әлгі бұзық бала. Мә, дәл соның өзі. Шаруамыз бітті, тоқты. Енді не істейміз? Білмеймін, Серке. Ой, сен де. Тоқты, қарап отыруға болмайды. Бұл бізден ақысын алуға келді. Ие, дұрыс айтасың. Әне, бізге қарай келе жатыр. Кешірші бізді, апық. Бізге тиіспе. Біз де саған тиіспейміз. Ой, айналайын. Апөк жан келіпті ғой. Немереміз келді атасы. Я, ауылды сағынғанда Амансыздар ма ата апа? Сіздерді сағынып келдім. біз де сағындық. Біз де Жүре сағындық. ғой айналайын. Иә, Үйге жүре кіріп ғой. айран ішіп ал. Жүре ғой. Әке шешең жақсы ма? Тоқты, орманға қашайық. Мына бала кеткенше көзіне түспей-ақ қояйық. Орманда қасқырлар бар. 3 қасқырдан мына бала жақсы емес пе? Оның рас енді. Бірақ сақтықта қорлық жоқ деген. Абайлайық. Ха. Ей, бұл қайсың күбімді қораға апарып тастаған. Қарай көр мұналарды. Әбден тойынған екенсіңдер. Бүгін сендерге су да құймайым. Ақыры айран ішіп тойып алған екенсіңдер. Апа қараңыз. Сіздің құрттарыңызды ұрлап жепті. Әйе шашылып жатыр. Обалай, енді қайттым. Атаң айтып, базарға екеуінді саттырып жіберейін ба? Жоқ апа. Бұларды мен өзім тәрбиелеймін. Жоқ! Иә. Масқара! Тоқты мен Серкені арбаға жегіпті. Менің түсім тура келді, тоқты. Ие, көріп кел Серке танасың енді. Бұндай көріп келі құрсын. Енді жарға шығылмауды ойласайық. Әне жар, қазір екеуміз соған жете бере бірден тоқтаймыз. 1, 2, 3, Тоқта. Құтқарыңдар. Ей, тоқты, Серке. Құтқарыңдар мені. Тапқан екенсің ақымақты. Ашуыңды бас, Серке. Таспен ұрғанды аспен ұр деген бар. Көмектесейік. Жоқ. Көмектесіңдер. Енді сендерге тиіспеймін. Уәде беремін. Естимісің, Серке? Онда кешірім сұрасын. Кешіріңдер мені. Уа! Құлап барамын. Келіңдер, дос болайық. Есіңде болсын, тоқта.
бұл ойында күшке емес, ақылға сену қажет. Міне, былай. Тағы да ескертемін, тоқта. Мұнда стратегиялық ойлау маңызды. Білмеймін, Серкі. Көрдің ғой, ойлау керек деп ескерттім емес пе? Ал енді қара. Міне. Сол үшін ойланып жүру керек. Әлем қоян. Жібер деймін, жібер. Тұмсыңды тырнап аламын. Мысық? Ал қоян қайда? Қайдағы қоян? Мен мысықпын. Көзіңді ашып қара. Ал қасқырлар мысықты жемейді. Я, біз қоян жейміз. Мен сені қоян екен деп қалдым. Құйрығың қысқа, құлағың ұзын болса, қояннан аумайды екенсің. Жоқ, мен қорқақ қоянға емес, жолбарысқа ұқсаймын. Міне, қара. Құйрығым да, құлағым да жолбарыстан аумайды. Жолбарыс деймісің? Күлдірмеш мысық. Сен қоянға ұқсайсың. Ал сен онда қойға ұқсайсың, қасқыр. Мен ба? Қойға? Сенің есің дұрыс па өзі? Кімнің есі дұрыс, кімдікі дұрыс емес екенін әлі көрерміз. Сен мені кім екенімді ұмытқан сияқтысың. Есіңе түсірейін бе? Сен мысықсың. Жолбарысқа емес, қоянға ұқсайсың. Бітті. Біткен жоқ, қасқыр. Бері қара. Денеңді бос ұста. Көзіңді жұм. Терең демал. Енді сен қойсың, қасқыр емессің. Ал енді айт, сен кімсің? Мен қоймын. Шөп жегім келеді. Қасқырдан қорқамын. Солай ма? Бар енді, өз қораңа бар. Орман қауіпті. Қасқырлар көрсе, сені жеп қояды. Қаш, тез қаш. Кеттім. Жүр енді сол маңырап. Ей, тоқты, тұр тез қашайық. Қорамызда қасқыр жатыр. Қасқыр? Ол қайдан келді? Мен қайдан білейін? Оянды. Шөп жейді. Мынау бізді мазақ етіп жатыр. Қалған екеуі қайда? Олар шөптің астында тығылып жатпасын. Мынау шөп жеп тұр ғой. Өтірік. Қазір ол бізді жейді. Онда атаға айтайық. Мылтығымен атып алсын. Иә, ата! Ей, ата! Ата! Не көрінді сонша маңырап? Ойбай-ау, анау қасқыр ма? Атасы, қорада қасқыр жүр, мылтығың қайда? Қасқыр қайда? Әне, қорада шөп жеп тұр. Шөп жегені нес? Кәне былай тұр. Абайла, тоқты мен серкеге тиіп кетпесін.
Мә! Ей, мынауың маңырап жатыр ғой. Ей, мылтық көрсе жолбарыста маңырап кетер, ата берсеңші. Әй, мына қасқыр өзі бір түрлі, жуас ит сияқты. Көзін қараш, мөлтиіп тұр. Иә, жаңа шөп жеп тұрғанын көргім. Қызық екен тайыры. Шөп жейді, маңырайды. Шөп жуас. Тәпті атуға қимайды екенсің. Шынында да. Иә, қулық дейін десем түлкі емес. Кемпір, мұны ұстап алып байлап қояйын. Мүмкін ит боп кетер. Орманды шарлап шықтым. Үшті кейлі жоқ. Қақпанға түсіп қалмаса жарар еді. Айттым мен оған. Ей, бөлінгенді бөрі жейді деп. Тыңдамады. Ал енді не болды? Аю жеп қоймаса, бөрі өзіміз емес пе? Бұл негізі қойларды қорқыту үшін айтылған сөз бол керек. Масқара! Масқара! Қасқыр қой болып маңырап шөп жеп жүр. Масқара! Масқара! Ей, сауысқан, не деп сандырақтап отсың сен? Қой емес, шөп жейді дедің бе? Ей, дәл қазір жөндеп түсіндірмесең, сауысқан, мия ауысқан етеміз. Менің емес, сендердің бөрібайларыңның мия ауысқан. Ол тоқты мен серкенің қорасында шөп жеп жүр. Қой сияқты маңырақ қояды. Масқара! Фу! Менің миым ауыс кетті-ау деймін. Сонда қалай болғаны? Түк түсінбедім. Мен түсіндім. Бөрібай ақымақ емес, данышпан. Ол өтірік есін жоғалтқандай болып, тоқты мен серкенің сеніміне кіріп алған. Сеніміне кірген соң, қораға да кіріп алған. Өтірік шөп жеп маңырап жүр. Не үшін? Ақымақ, біз үшін. Бөрібай ертең-ақ тоқты мен серкені бізге алып келеді. Біз оларды не істейміз? Жейміз, қарын тойдырып асап жейміз. Иә, жейміз. Ей, сауысқан, ми ауысқан. Сен барда бөрібайға сәлем айт. Бізден көмек керек болса, айтсын, барамыз. Иә, екеуге көмектесеміз. Бөрі азығы жолда, жеңіс біздің қолда деп айт. Қажақ. Ей, қайдам! Масқара! 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 Қасқыр қойға айналса, сендер кім болдыңдар? Мен де соны ойлап отырмын. Мына қасқырға сенбеймін. Бәрін өтірік істеп жүрген сияқты. Тоқты, сен мынаған сенесің бе? Білмеймін, серке. Қасқыр болса, бізге неге тиіспейді? Ата да, апа да мұның қой екеніне сен демес пе? Иә. Ей, қасқыр! Саған қасқыр достарың сәлем айтты. Мен қасқырлардан қорқамын. Олар бізді жеп қояды. Бәле саған, ұялмайсың ба? Сені де бөрі дейді-ау. Масқара! Ей, сауысқан, сен бекер келген жоқсың-ау. Әлгі қасқырлар не деп жатыр бұл туралы? Келіп алып кетсін де мына пәлені. Қорамызда тыныш өмір сүрейік. Олар келе қоймас. Мынадан қалай құтылудың жолын білетін сияқтымын. Білсең айтсаңшы, сауысқан. Бір амалын жасайық та. Сиқыршы мысықты табу керек. Сол ғана мұны қайтадан қасқырға айналдыра алады. Мысық деймісің? Әлгі қалпағынан қоян шығаратын сиқыршы ма? Дәл өзі. Оны қайдан табамыз? Мен оны тауып алып, ертіп әкелейін. Қажақ. Ендігі жетпегені мысық ет. Біздің қора соғып ақпа сонда. Сауысқан, сен мысықты осында ертіп кел. Мынаны қайтадан қасқырға айналдырсын. Жарайды онда. Бұл қайта қасқырға айналса, бізді жеп қояды ғой. Қорықпа, серке. Тезірек кел. Қажақ.
Ей, сауысқан, мысық қайда? Мысық келмейді. Мына жапырақты қасқырға беріп, 3 рет мысық кешір десе болды деді. Мысық кешір деп біз айтамыз ба? Не үшін? Ей, жоға, қасқыр айту керек. Ей, қасқыр, жоғай, қой, бері кел. Дәмді жапырақ жейсің бе? Міне, иісін қараш. Керемет. Жеймін. Онда 3 рет мысықтан кешірім сұра. Содан соң, мына дәмді жапырақ сенікі. Мысықтан? Не үшін? Жоқ, сұрамайым. Тоқта, онда сен жейсің бе? Оны қасқыр жеу керек емес пе? Ай, сен де. Ай, Жарайт, жеймін. Ей, оны қасқыр жеу керек емес пе? Қап, мыналарда я. Ай, жейсің бе жапырақты, әлде тоқтыға берейін бе? Жеймін. Онда мысық кешір деп 3 рет айт. Мысық кешір. Болды ма? Әкел енді жапырақты. Өй, сендер қайдан шықтыңдар? Менің достарым қайда? Өй, мен мұнда қайдан тап болдым өзі? Опа, ой. Қаш, қасқыр, қаш. Қазір ата көрсе, мылтығымен шығады. Қаш! Қасқыр қойдан қашып барады. Масқара! Қаша! Қасқыр қашты орманға!